2022 жылы шілде айында Қабанбай Батырдың 330 жылдығына байланысты үлкен республикалық тарихи танымдық экспедиция ұйымдастырдық. Сол экспедицияда батыр бабаларымыздың жүріп өткен жорық жолдары, шайқас орындары, тарихи орындар қаралды. Осы Астана жеріндегі, Астананың іргесіндегі Қабанбай Батырдың кесенесінен бастап, сол жерде шырақшы Камал Абдрахманмен сөйлесіп, сұхбаттасып, сол жердің батасын алып аттанғаннан кейін Қарағанды облысына қарай жол жүрдік. Сол Қарағанды облысынан ары қарай Ұлытауға, Жезқазғанға жол жүрдік. Сол Жезқазғаннан Ұлытауға бардық. Сол Ұлытаудың жерінде шеткі ауылы Байқоңыр деп аталады. Сол Байқоңыр ауылының ар жағында 20 шақырымда Бұланты кешені бар. Бұл Бұланты кешені 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына ашылған болатын. Сол жерде батыр бабаларымызға, сол шайқасқа қатысқан батыр бабаларға біртіндеп белгі тас ескерткіштер қойыла бастаған. Ол жерде Қаракерей Қабанбай батырға да, Бөгенбай батырға да, Есет батырға да, басқа да батырларға, жырауларға, хандарға қойылып жатқан құлпытас ескерткіштер бар. Сол шайқастың тарихи маңызы өте зор. Өйткені қазақ халқы Ақтабаншы орнында 4-5 жыл қатты қырғын көріп, тойтарыс алып қалмақ жағынан шегінген болса, осы Бұланты Білеуіт шайқасында қазақ халқының рухы аспандап, алғаш рет мықты жауға тойтарыс беріп, қалмақтардың бетін қайтарған шайқас бұл 300-дің батырларының бірлігімен жүзеге асырылған. Осы Бұланты мен Білеуіті аралығындағы шайқасты 2019-2020 жылдар аралығы 2 жыл зерттеп қарап шыққан болатынбыз. Сонда көз жеткізгеніміз расында да шайқастың болғандығы, ол жерде 300-ден батырлардың жерленгендігі, таңбаларының бар екендігі, және сол жерде металлоискательмен қарағанда Бұлантының бойында Қарадыр деген қорымнан маңынан қалмақ жебесінің ұшының шығуы, 2 мылтықтың жаңағы қорғасын оғының шығуы, жерде атыс шабыстың, шайқастың болғандығын анық жаңағы дәлелі болып табылады. Міне осы шейіт болған сарбаздар мен сардарлар қайда жерленген? Олар өзінің жарғабақтарында немесе тау жоталарының биіктіктеріне құрметпен қойылған. Жаңағыда үлкен алқап 175 шақырым Бұланты мен Білеуіттің арасы. Бұланты солтүстік батысқа қарай жатыр, Білеуіті оңтүстік шығысқа қарай жатыр. Міне осы аралықта, үлкен кең алқапта тағы да 10 шақты сай-сала бар. Осы аралықта қаншама батырлар ай бойы тіресіп, сол жерде мынау Сарыарқа мен Ұлытауды, негізгі қазақты бүтіндей бағындыру мақсатында қалмақ әскері келген ғой. Ташкент, Түркістанды алғаннан кейін Сарысуды, Қаратауды бойлап бері қарай Ташкент, Түркістаннан кейін. Сол уақытта қазақ халқы енді Сарыарқадан айырылса, стратегиялық маңызы өте зор. Бұл жерде кеніштер бар, қару-жарақ соғатын, мал жаятын жайылымдық бар. Міне осы қасиетті Ұлытау, ұлт-ұясы Ұлытаудан айырылса, қазақ халқы бүтіндей мемлекеттілігін жойып алатындығын қазақ батырлар жақсы түсінген. Сондықтан хандар, батырлар, жыраулар барлығы Хантөбе деген жерде хан кеңесін өткізіп, сол жерде жорықтың стратегиялық жоспар жасалынған. Сол жерде Әбілқайыр хан қол бастап, Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Тілеуке батыр, басқа да жаңағы сардарлар мен сарбаздар осы керемет жаңағы алапат жойқын жорыққа дайындалған. Ол жерде қаруланып келген, қаншама жыл дайындықпен келген қалмақ әскеріне қарсы тұру оңай болмаған. Оны қазақ жағы жақсы түсінген. Егер де біз жеңіп шықсақ, жерімізді сақтап қаламыз, ал жеңілсек бүтіндей елдігімізді жойып аламыз деген түсінікті олар жақсы жаңағы назарында ұстаған. Сондықтан артында бала-шағасы тұрды, халқы тұрды. Қазақ батырлары кеудесін оққа тосып, осы үлкен жорықта майдан даласына шықты. Сонда ең алғашқы жорықтың туын желбіретіп, жеңістің туын желбіретіп келген Саңырық пен Тайлақ батыр екен. Оны Әбубәкір Диваевтан жеткен. Одан кейін Мұхамеджан Тынышбаевтың жазбасында осы Қара Сүйір деген жерде, Қалмақ қырылған деген жерде ең алғашқы жорықтың туын желбіретіп келген кіші жүз Тайлақ батыр және Саңырық батыр деп айтылатын дерек сол ескі қариялардан Әбубәкір Диваев пен алғаш рет сол Мұхамеджан Тынышбаевтың жазбасынан бізге жеткен Ақтабан шұбырынды оқиғасынан кейінгі үлкен қазақтың рухы көтерілген жеңіске бастаған осы жорық болатын. Міне осы жорықтың жолынан кейін
біз ары қарай Қызылордаға барып Тайлақ батырдың ұрпақтарымен жолықтық, сұхбаттастық. Сол Қызылордадан алып Жаңақорғаннан кейін Түркістанға жетпей Сауырған қаласын көрдік, қазақ хандығының кезіндегі қалалардың бірі. Міне Түркістанда 300-дің игі жақсыларының басына Құран оқып, ары қарай Арыстан бабтың басында түнеп, одан кейін былай қарай шығып Шымкент Ордабасы, міне Шымкентке жетпей Ордабасы деген ғажап төбе бар. Сол мына Бұланты Білеуіт шайқасынан бұрын Ордабасыда 300-дің құрылтайы өткен. Сол құрылтайда 3 би бастап Әбілқайыр ханды Ақбозатты құрбандыққа шалып, бас сардарлыққа сайлап, сол үлкен жеңіске бастайтын ырым деп жаңағы өздері сондай наным сенім болған. Сөйтіп қазақ даласында азаттық жолында күресті бастаған кезде үлкен құрылтай осы Бадам өзені етегінен ағып жатқан сарқыраған бұлақтары бар. Сол 500 метрдей биіктікте орналасқан төбе Ордабасында бас қосқан болатын. Сол Ордабасын көрдік. Одан кейін ары қарай Шымкентте Төле бидің ұрпақтарымен жолығып сұхбаттасқан едік. Одан ары қарай Таразға қарай жол жүрдік. Сол Таразда ары қарай шыққан кезде Аңырақайға бардық. Сол Аңырақай даласында осы Бұланты Білеуіт шайқасынан кейін шешуші шайқас болған. Сол шайқаста батыр бабаларымыз қол бастап, тағы да қалмақ жағын ығыстырып, қазақ даласынан жеңіске жетіп, қазақтың рухы аспандаған болатын. Міне осы Аңырақай даласында барған кезде 300-дің батырларының қорымдары бар екен Атар даласында. Сол Аңырақайда жатқан батырлар бір тоқтап қарағанымызда мынау Ошақтының таңбасы көрінсе, екінші тоқтап қарағанда Қыпшақтың таңбасы көрінді, үшінші бір тоқтап қарағанда Кіші жүз Керейдің таңбасы көрінді. Сонда Аңырақайда да 300-дің батырлары бірлік танытып, сол елдіктің жолында, азаттық жолында күрескендігі, оларға сырттан келіп ешкімнің көмек бермегендігі, міне сол бірліктің арқасында қазақ халқы жеңіске жетіп өзінің жерін азат еткендігі байқалады. Міне осы Аңырақай даласын қарап шыққаннан кейін ары қарай Алматыда Райымбек батыр, Әлмерек батырлардың басына соғып Құран оқып, осы жерде ұрпақтарымен рухани әңгіме сұхбат болды. Одан кейін ары қарай Арқарласуына шықтық. Талдықорған жаққа Арқарласуында төбеде 1754 жылы қалмақтармен шайқаста қаза тапқан Малайсары Тарханның жерленген жері, сол Малайсары Тарханның сарбаздарымен жерленген жерінде Құран оқып, онда көрдік. Ары қарай Талдықорған жеріне шыққан кезде Талдықорған ақсақалдары, өлкетанушылар қарсы алды. Сол жерде осы батыр бабалар жөнінде жақсы әңгіме сұхбат болды. Осы жерде Мақсұт Қалажанов ағамыз қарсы алып, мынау Нақ бірлік қоғамдық төрағасы сол жол бастап Арқаралдан Үшаралға дейін бізді шығарып салған болатын. Жолда біз Көтен-Тәуіп әулиенің жерленген жері кесенесіне бардық. Бұл мынау арада Көлбай дейтін ауыл бар, Сарқанд жақта. Сол Көлбай ауылынан батысқа қарай 80 шақырым жерде Лепс өзенінің бойында екен. Осы Көтен-Тәуіп әулие кезінде Қабанбай Бөгенбайлармен жүрген Жалаңаш ата, Жалаңаш баба деп атандырған Абылай ханның қойған аты екен. Сол емші, бақсы, балгер, керемет жаңағы тұлға екен. Сол кейіннен Лепсінің бойында жерленген бейітінің орнына 90 жылдардың басында көтерілген жақсы кесене салыныпты. Сол жерде ұрпақтарымен жолығып, шырақшымен жолығып, рухани сұхбат болды. Ары қарай Үшаралға шықтық. Үшаралда әкімдіктің азаматтары, елдің ағалары күтіп алды. Ол жерде де батыр бабалар туралы жақсы сұхбат, кездесу болды. Әңгімелер айтылды. Ары қарай шыққан кезде Жоңғар қақпасына, Жоңғар алтауының етегін жүріп отырып, Жоңғар қақпасына шықтық. Ол жерде де тарихи орынға тоқтап сұхбат жасап, сол тарихи орында түсірілім болды. Ары қарай өткен кезде Мақаншының Жарбұлақ дейтін ауылына келдік. Бұл жерде негізінен Қабанбай батырдың ұрпақтары осы күнде тұрады. Сол Жарбұлақта әкімдіктің Үржар ауданының әкімі Біржан Қадырұлы бастаған топ күтіп алған болатын. Сол жерде мәдениет сарайында Қабанбай батырдың тікелей ұрпақтарымен әңгіме сұхбат болды, кездесу болды. Сосын ары қарай шығып ертеңінде Үржар Еміл шайқасының өткен жерлерін қараған болатынбыз. Үржар Еміл шайқасы деген тарихта бір шешуші шайқас. Ол соңғы қалмақты осы Жоңғар қақпасынан қуып шығатын шайқас 1754-55 жылдар шамасында өткен. Ол да тарихи деректерде аздап-аздап айтылып қалған. Жаңа Құрбанғали Халидтің еңбегінде де Шорғанында Үржар Емілдің шайқасы өткендігінде аздап деректер келтіре кеткен. Міне осы деректердің растығын
анықтау үшін барып қараған уақытымызда Үржар Еміл шайқасы, Үржардың Тасбұлақ дейтін ауылы бар екен. Сол Тасбұлақ ауылынан басталып, ортасында Ойранды деген өзен бар екен. Бұл Мақаншының Көктерек деген ауылының маңында. Сол жерде де батырлардың қорымы жатыр. Ал жаңағы Тасбұлақта қалмақ қырылған деп айтады екен. Ол жерде Айқораланды әдісімен Қабанбай батыр әскерімен қалмақтарды қоршап алып, сонда қырып, ары қарай осы Үржар Еміл шайқасының басталған жері. Ойранды кең жазық, Тарбағатай тауының ең биік нүктесін қарама қарсы кең жазық Ойранды өзені ағып жатыр. Сол Ойранды аталып қалған керемет қырғын болған жеріміз. Осы жерден ары қарай қуып шыққан кезде мынау Қатынсу Еміл дейді. Сол Қатынсу Еміл тарихи деректерде айтылады. Осы жерлерде шайқас болып, Қатынсу мен Емілден асырып Жоңғар қақпасынан ары қарай шығаратын кезде Қазақ хандығының әскери 3 қабат қалмақтарды қоршап алды дейді. Сол 3 қабат қоршап алып, Айқораланды әдісімен тағы да қырғанын қырып, қашқаны ары қарай ығысып қашып, міне қазақтың жері осылай азат болған батыр бабаларымыздың арқасында. Енді осы тарихи экспедицияға қолдау білдіріп, бастан аяқ өздері де бірге қатысып жүрген, біз енді үлкен алғыс айтамыз. Аягөз ауданының азаматы, меценат Нұрланбек Тоқтабаев ағамызға, және Ақсуат ауданының тумасы, қазіргі Алматының тұрғыны Кәкен Тоқтаров мырзаға алғысымызды айтамыз. Онан кейін осы бір шағын түсірілім тобын демеушілік жасап, бізбен бірге қосып берген Тарбағатай ауданының азаматы ақын Аслан Ғафуров мырзаға алғыс айтамыз. Сол Талдықорған жерінде Арқарлы асуынан Үшаралға дейін қасымызда бірге жүріп, қолдау білдіріп, қасымызда жаңағы сұхбаттасып жүрген Мақсұт Қалажанов ағамызға үлкен алғыс айтамыз. Міне осындай үлкен экспедиция 6000 шақырым жол жүріп, қазақ тарихындағы айтулы шайқастардың орнын, ақтаңдақ жерлерді қарап шығып, тарих бетіне қаттап, осы Қазақстан тарих порталына жазып, онан кейін аудандық, облыстық газет мерзімді басылымдарға сол экспедиция туралы материалдар жарияланды. Келешекте де шығатын үлкен жоспарда еңбектер бар. Сол еңбектерге осы зерттеулердің негізгі ой тұжырымдары, сол жаңағы сипаттамалары, тарихи орындар, батыр бабалардың ерліктері жинақталып, қорытылып енгізілетін болады.